25 қаңтарға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты. Жұлдыздар тоқтыларға бүгінгі күні жақсы көңілді атмосферасын сақтап, күннің бірінші жартысын барынша тиімді қолдануға кеңес береді. Кешкі уақытқа қарай сіздің күшіңіз сарқылып, қызығушылығыңыз да басылады. Тіпті кешкі уақытқа қарай жұмыстағы шаруалар жөнінде әңгімелесуге де мұршаңыз болмауы мүмкін. Күннің басындағы уақыт маңызды жерлерге барып, бой жазып қайтуға да өте қолайлы. Отбасылық мәселелерді талқылауға мүмкіндік бар. Күннің екінші жартысынан бастап жақындарыңызға көңіл бөліп, бір дастархан басында әңгімелескеніңіз жөн. Торпа. Жалпы бүгінгі күні сіздің ақпараттарды қабылдау белсенділігіңіз жоғары болады. Көптеген торпақтарды өзгелердің пікірі әдеттегіден қарағанда көбірек қызықтырады. Мұның бір кем тұсы бар. Сіз өз пікіріңізге емес, өзгелердің пікіріне құлақ асасыз. Ал жеке өзіндік пікіріңіз кешкі уақытқа қарай пайда болады. Еш нәрсені жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз. Жеке басыңыздағы мәселелерді көп уайымдаудың қажеті жоқ. Егер көмек қажет екенін байқасаңыз, жақындарыңызға хабарласыңыз. Өзіңізге адал жандардың көмегінің арқасында кез келген қиындықты жеңіп, кедергілерді еңсересіз. Егіздер. Күннің бірінші жартысында егіздердің логикасы мен ақылы жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Егіздерге де күннің бірінші жартысындағы уақытты тиімді қолданып, ойлануды, ақылдасуды қажет ететін маңызды шаруаларды атқарып үлгерген жөн. Маңызды сөйлесулер мен кездесулер де таңғы уақыттың еншісінде болғаны жөн. Жұлдыздар күні бойы мұқият болуға кеңес береді. Барлық ақпараттарды жіті тексеріп, өзектілігін қадағалаңыз. Күннің екінші жартысында жасаған таңдауыңыз, маңызды кездесулеріңіз көңіліңізден шықпауы мүмкін. Осыны ұмытпаңыз. Шаян. Барлық жаңалықтардың түп мәніне үңілгеніңіз жөн. Мұның алдағы уақытта сізді жағымсыздықтардан қорғауға септігі тиеді. Жұрттың айтып жатқан пікірлері мен жаңалықтарын елемей қойған дұрыс емес. Жалпы бүгінгі күні көптеген шаяндар құпия болып келген нәрселердің бетін ашып, шындыққа көз жеткізеді. Кешкі уақытқа қарай кейбір нәрселерге қатысты соңғы шешімдерді қабылдап, нүкте қоюға тура келмек. Жеке қарым-қатынастарыңызға қатысты дүниелерді сыртқа шығармағаныңыз жөн. Жеке өміріңіз көпшіліктің өсегіне айналмау керектігін ұмытпаңыз. Арыстан. Бүгінгі күні өз ойыңызды, позицияңызды жеңіл жеткізе аласыз. Кейбір арыстандар жоғары жақтағыларға сын айтуға дейін баруы мүмкін. Дегенмен де сақ болғаныңыз жөн. Жаңа достармен танысып, ортақ көзқарастағы адамдар тізімі де кеңейе түседі. Кейбір арыстандардың жақын адамдарына көмек қажет болып, күннің екінші жартысына қарай үйінде отыруға мәжбүр болуы ықтимал. Барлық жағдайда да шынайылық танытып, өз жақындарыңызға деген жанашырлығыңызды көрсете біліңіз. Бекеш. Мақсатыңызға жеткізер шаруаларды неғұрлым ерте атқаруға тырысыңыз. Бүгінгі күн сізді сол мақсатқа жеткізер жолда көмектесе алатын адамдармен жемісті жұмыс жасауға қолайды. Маңызды кездесулерді, сөйлесулерді, жиналыстарды алдағы уақытқа қалдырып созудың еш қажеті жоқ. Жұлдыздардың қолдауының арқасында өзіңіз ойлағаннан да көп нәтижелерге жетуге мүмкіндік бар. Егер жеке өміріңіздің мәселелері жұмысыңызға кедергі болып тұрған байқасаңыз, ойыңызды басқарып, жұмыс пен жеке арасындағы дүниелерді ажырата білуге дағдыланыңыз. Тараса. Бүгінгі күнді сөйлесуге, білім толықтыруға, шығармашылыққа арнауға болады. Күндізгі уақытта көп нәрселерге үйреніп, өзіңізді жан-жақты дамытудың сәті түседі. Ойыңызда жүрген жоспарларыңызды қолға алып, дайындық жұмыстарына кірісетін уақыт келді. Өзгелердің пікірлеріне қарап, өзіңіздің бағаңызды төмендетуші болмаңыз. Қазіргі таңда өзіңіздің сүйікті хоббиіңізді табыс түсірудің амалына айналдыра аласыз. Түнгі уақыт жақындаған сайын жеке қарым-қатынастарыңыздағы тепе-теңдіктің сақталуына да көңіл бөліңіз. Саршаян. Айналаңыздағы адамдармен көбірек сөйлесіп,
басты шаруалардан ойыңызды бөлуіңіз мүмкін. Дегенмен де ашық сөйлесулердің арқасында көп нәрсенің беті ашылып, сізді мазалап жүрген мәселелерге нүкте қоюдың амалын табасыз. Дегенмен де сөйлесулер қаншалықты жеңіл өтсе де, сәл уақыттан кейін сіз жағымсыз әсерде болып, тіпті мұңаюыңыз да ықтимал. Кейбір жақын адамдарыңыз сізді тыңдағанымен, сіздің ойыңызды дұрыс қабылдамайды, алайда еш уайымдамаңыз, келесі күндерде де уақыт табылады. Мерген, жұмбақ жан болмай, ашылып, шынайы келбетіңізді көрсететін кез келді. Жаныңыздағы адамдар да бұған сақадай сай. Кейбір мергендердің күні толығымен сөйлесулер мен маңызды нәрселерді талқылауға арналуы мүмкін. Дегенмен де, тек құр сөйлесудің өзі бар мәселеңізді шешіп бермейді. Әрекет етуді де естен шығармаған жөн. Егер екі тәсілді де дұрыс қолданатын болсаңыз, бүгінгі күні жақсы көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік бар. Кешкі уақытта сүйіктіңізбен болып, жұмысыңыздан да, мәселелерден де демалған жөн. Тауешкі, пайдалы байланыстармен басыңыздағы біліміңізді дұрыс қолдана білсеңіз, бүгінгі күні артық күш салмастан, эмоцияға берілмей-ақ көп нәрсеге сәтті қол жеткізе аласыз. Әсіресе күннің басындағы уақыт сіз үшін жемісті болғалы тұр. Кішігірім сауда жасау, достармен кездесу, маңызды іскерлік сөйлесулерді өткізуді кешкі уақытқа асырудың еш қажеті жоқ. Кешкі уақытқа қарай өзіңіздің эмоцияңызды бақылауда ұстап, барлық адаммен жақсы қарым-қатынаста болуға тырысыңыз. Бұл сіз үшін өте маңызды. Соқойғыш, күннің бірінші жартысында бойыңыздағы барлық талантыңызды көрсетуге мүмкіндік болады. Сонымен қатар, өз артықшылықтарыңызбен жұмыс істеп, жаңа нәрселерді үйренуге де мүмкіндік бар. Кейбір нәрселерге жабысып қалған болсаңыз, өзіңізге ойлануға уақыт беріп, сол нәрсенің сізге шын мәнінде қажеті бар ма, жоқ па деген сұраққа әділ жауап беріңіз. Кешкі уақытта отбасыңызбен бірге болып, тұрмыстық мәселелерді шешіп, денсаулығыңызға да көңіл бөліп қойыңыз. Балықтар, бүгінгі күні сезіміңіз бен әдеттеріңізге ерік беру қиынға соғады. Бұған себеп өзгелердің жолымен жүруге деген жағымсыз әдетіңіз болуы мүмкін. Өз дара жолыңызды қалыптастыратын кез келді. Нені қалайсыз, соны жасаңыз. Басы бос балықтарға ұнатқан жанына сезімін білдіріп, батылдық танытуға кеңес береміз. Ал отбасылы балықтарға интуициясының көмегіне жүгініп, бүгінгі күні орын алған жағдайларды дұрыс қорытындылап, қажетті әрекеттерді жасауға кеңес береміз. Барлық жерде тек қана өзіңізге ғана сеніңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.